Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде жаңа рецепт. Осындай күшті, тонкий, ажурный блинчики пісіретін боламыз. Мен кәдімгідей біраз пісіріппін. Қараңыздар, прям күшті, жұп-жұмсақ. Және де осылай ұстағанда да қатты бір майлы да емес. Прям өте күшті болып шықты. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Ал давайте онда бірге бастайық. Ең бірінші бізге керегі 3 жұмыртқа. Жақсылап осы 3 жұмыртқамызды осындай шұңғыл ыдысымызға жарып аламыз. Одан кейін үстінен қант саламыз. Барлық мөлшерлерін описанияға жазып қоямын. Одан кейін миксермен жақсылап бір-біріне біріктіріп араластырып аламыз. Примерно бір 3-4 минут уақыт алатын шығар. Жақсылап осылай кішкене көпіріп, осылай пеналар пайда болады. Сол кезде уже болды. Одан кейін біз осы массамызға жылы сүт құямыз. Және осының үстінен жылы су құямыз. Жақсылап біріктіреміз. Одан кейін ұнымызды ақырын-ақырыннан саламыз. Яғни аз-аздан осылай араластырамыз. Бізде қатты қою болмау керек. Орташа болу керек. Тағы да ұн саламыз. Осылай бөліп-бөліп салып отыратын боламыз. Келесіде мен венчикпен араластырдым. Өйткені миксермен уже араластырып керек емес. Жай ғана венчикпен жасауға болады. Ең басынан да венчикпен жасауға болады. Одан кейін біз осы кезде бір ас қасық содамызға ыстық кипятокты құямыз. Екеуін араластырып, осы массаға араластырып отырып құйып жібереміз. Көрдіңіздер ме? Прям ыстық кипятокты құямыз. Осы кезде бізде прям ажурный блинчиктер пайда болады. Жақсылап араластырып аламыз. Енді бізге осы массаға сұйық май қосу керек. Сұйық май қосқаннан кейін тағы да венчикпен біріккенге дейін жақсылап араластырып аламыз. Бізде масса орташа болып шығу керек. Қатты қою емес, қатты сұйық емес. Орташа, қазір сіздерге видеода примерно көрсетем. Не осындай болу керек. Осы масса прям идеально болып шығады. Одан кейін бізде табамызды жақсылап қыздыратын боламыз. Мен орташа отқа қоямын. Осындай менде арнайы блинница. Түрі кішкене бір түрлілеу. Кішкене ғана май жағып, осылай қыздырамын. Май жақпасаңыздар да болады негізі, бірақ егерде сомнительно болса, лучше жағыңыздар. Осылай жақсылап қыздырғаннан кейін бірақ осылай тестамызды құямыз. Мінекей видеодағыдай негізі бірден осылай айналдырып дөңгелек формаға келтіреміз. Одан кейін 1 минут па осылай жан-жағы қызарған кезде аударамыз. Мінекей осылай жабыспайды, ешқандай күшті болып шығады. Осылай кезек-кезек барлық блинчиктарымызды пісіріп аламыз. Егер сіздерге тесто қою болып көрінсе, онда кішкене су қосып жіберсеңіздер болады. Ең бастысы осылай ыстық қызып тұрған отта барлығын осылай пісіріп аласыздар. Мына жақта да мен жақыннан көрсетіп жатырмын, қандай күшті болып шығып жатқанын. Одан кейін қазір сіздерге жақыннан прям қалай күшті ажурный болып піскен көрсеткім келіп тұр. Осылай күшті бұл дырочкалар пайда болады. Мінекей осымен біздің блинчиктарымыз дайын. Осындай көп количество шықты. Қараңыздар, прям өте жұмсақ, нежный болып шығады. Және де осылай екінші жағы да өте әдемі болып піседі, ешқандай шикі болмайды. Және осылай үзгенде де, ұстағанда да прям нежный болып тұрады. Прям еще қатты майлы да емес, барлығы орташа деңгейде. Әр түрі начинкамен ұсынсаңыздар болады. Қаймақ, варенье, джеммен, немесе креп жасасаңыздар болады. Там ягодалармен әдемілеп деген сияқты. Осымен болды. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Всем пока!